Ағалар, күні кеше өткен 8 наурыз мерекесі сендерге құтты болсын. Жақсы демалдыңдар ма? Жақсы. Сол жақсы көңіл күйменен біз бүгін 7-ші лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы 18 ғасырдың соңғы ширегі, 20 ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанда қалыптасқан әкімшілік аумақтық жүйе. Бұл тақырыпты оқытудағы ең негізгі мақсатымыз Қазақстан отарланған кезде оның дәстүрлі билік құрылымдарының өзгеріп, модернизацияланып, қазіргі замандық сипатқа ие болғандығы. Осыны анықтауымыз керек. Осыған көз жеткізуіміз керек. Сендердің мектептерінде бұл тақырып қысқаша қамтылып өтті. Негізгі идеялар сендердің бастарында бар. Біз өткен жолы айтқанбыз, өткен лекциямызда Қазақстанның да Ресей империясының жаулап ала басталуы 18 ғасырдың 30 жылдардан басталды дейді. Енді кез келген отарлаушы ел өзінің отарына өз билік жүйесін енгізеді, орнықтырады. Бұның мақсаты не? Бұның мақсаты сол отар халықты өзіне бағындырып алу. Осыған байланысты біз қазақ хандығы кезеңінің дәстүрлі қоғам дейміз. Яғни бұрынғы жүздеген мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлі қоғамның жүйесі қазақ хандығының ыдырауы, Ресей империясының қазақ жерін жаулап алуына байланысты ол мүлдем жаңа сипатқа ие болды. Осыған байланысты айтатын тағы мәселелеріміз. Ең бірінші аумақтық территориялық бөліністер. Отарлық жағдайда қалай қалыптасты, дәстүрлі қоғамда қалай қалыптасты. Енді дәстүрлі қоғамда сендер білесіңдер, қазақ халқы 300-ден 60-тан астам тайпалардан құралады дейміз. Сол әр жүздің өзінің миссиясы бар, әр тайпаның өзінің миссиясы бар. Ол басқаларын айтпай-ақ қойғанда, әкімшілік аумақтық тұрғыда әр жүз өзінің территориясы бойынша бір аумақ әкімшілік билік. Әр тайпа өзінің өмір сүрген, шаруашылық жүргізген территориясы арқылы бұл да әкімшілік аумақтық бөліністі құрайды. Міне, қазақтың ру тайпалық жүйесі атқарған қызметтерінің ең басты біреуі ол аумақтық әкімшілік құрылым функциясы. Ал міне қазақ хандығының ыдырауымен кеңес патшалық отарлық биліктің орнығуыменен қазақ жерінде осындай дәстүрлі әкімшілік аумақтық бөліс жүйесі ыдырады. Міне, соның ең алғашқы көріністерін біз 1780-90 жылдардағы реформалардан бастаймыз. Міне, осы кезінде патша үкіметі Батыс Қазақстанда Бөкей ордасы деген орда құрды. Бөкей ордасы. Бұл Бөкей ордасы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық бөліністің отарлық жүйеге енуінің бастауы болатын. Бұл 1802 жылы іске асқан дүние. Енді патша үкіметі бұнымен де шектеліп қалған жоқ. Қазақ қоғамын басқару үшін бірінші кезекте билік институтын жою деген мақсатты көздеді. Осылайша 1822 жылы және 1824 жылы екі указ қабылданды. Оның бірі орынбор қазақтарын басқару жүйесі, екіншісі Сібір қазақтарын басқару жүйесі деп айтылды. Осы екі указ бойынша кіші жүзде және орта жүзде хандық билік жойылды. Оның орнына
басқару жүйесі орнықта. Енді бұл рулық тайпалық құрылымға негізделген қазақтың билік құрылымы қазіргі кезде жаңа жағдайда бұлар облыстарға бөлінді, сосын округтерге бөлінді, одан ары қарай уездерге бөлінді. Ал уездер болыстарға бөлінді. Болыстар ауылдардан құралды. Сол екі заңдарда, екі указдарда анық көрсетілген. Мысалы, бір болысқа 2000-ға дейін шаңырақ болуы керек, яғни отбасы болуы керек. Ал бір округта, бір болыстықта 20-ға дейін ауыл болуы керек. Ал әр ауылда 50-60 шаңырақ болуы керек. Осындай талаптар қойылды. Осыған сәйкес қазақтың бұрынғы ру тайпа болып бөлінетін жүйесі мүлдем жойылды. Енді осы жерде қазақтарға болыстық басқарушылық тиді. Енді сұлтан дегендер бар ғой. Сұлтан ол хандық билік институтының құрамдас бөлігі еді. Енді осыны патша үкіметі модернизациялап жіберді де аға сұлтан дегенді шығарды. Аға сұлтан институты. Яғни округтың басшысы аға сұлтан деп аталды. Міне бізде бұрынғы кездегідей аға сұлтан болу үшін тек қана Шыңғыс әулеті болуы керек болатын болса, отарлық билік енді қарадан шыққан қара қазақтың өзі аға сұлтан бола алады дегенді айтты. Мысалға, Қоңырқұлжа деген үлкен жаңағы аға сұлтан болған. Ол төре тұқымынан болса, Абайдың әкесі кім білесіңдер ме? Құнанбай. Абайдың әкесі Құнанбай, ол арғын тайпасынан, қазақтың ортасынан шыққан, қара сүйек. Міне осы Құнанбай да аға сұлтан дәрежесіне көтерілді. Міне бұл бір жағы мұрагерлік институтты жою сияқты болып көрінгеніменен, оның астарында терең мән жатыр. Міне енді осы кезде патшалық биліктің ойлап тапқан нәрсесі болыстарды сайлау, болыстарды құру. Болыстарды құрғанда бұрын болыстар бір рудың, бір тайпаның өкілдерінен құрала салатын болса, енді патша үкіметі бір болысқа екі немесе бірнеше руды тайпаны өкілдерін біріктіріп жіберді. Ал болыс сайлау болып кеткен кезде сол жағы әр тайпа, әр ру өзінің адамы үшін дауыс беруге ұмтылды. Міне бұл жағдай біздің қазақ қоғамында, дәстүрлі қоғамда ыдыратушы факторға айналды. Соның нәтижесінде бір рудың басшысы болыс болып сайланса, ол өзіне қарсылас болған руды қанайды, оларға қысым көрсетеді, тағысындағы деген жағдайлар. Осындай жағдайлар қазақ қоғамында сайлау институты деген институттың парақорлықпен, сатылғыштықпен, жемқорлықпен, сыбайластықпен байланысты екендігін өмірге алып келді. Мысалы, болыстың басқарушысы өзі 3 жылға сайланады. 3 жылда оның алатын жалақысы, 3 жылдық жалақысы 900 рубль болады екен. Ол аз ба көп па? Әрине, сол кезең үшін өте көп. Ол кезде бір қойын 50 рубль, мысалға айтарымызға. Ал осы жалақыменен болыс күн көре алады ма? Күн көре алмайды. Болыс болу үшін қаншама дүниесін шашады. Ал сол дүниесін барлығын жинап алу үшін өзінің қарамағындағылардан алым салықты артық жинайды. Осындай келеңсіз көрініске байланысты Құнанбайдың ақын баласы кім?
абай аталарың былай деп айтқан. Түйеде қом атта жал қалмады болам деп айтады. Яғни бар дүние мүлкін болыс болам деп шашқан болыс ол билікті әділ атқарудың орнына жаңағыдай өз шығынын толтырып алудың жолын қарастырды. Міне бұл 19 ғасырдың ортасында қалыптасқан осы жүйе әлі күнге дейін инерцияменен келе жатыр. Тек инерциямен емес, ол жалғасып келе жатыр. Мынау жаңа Қазақстанға дейінгі кезеңімізде бізде не болды? Бізде жасыратын ештеңе жоқ. Билікке, лауазымға тағайындалуы үшін ол адам әділ бәсекелестікке емес, жаңағыдай сатылғыштыққа бейім болды. Яғни қызметті ақшаменен сатып алды. Бұл мектеп директорынан бастап, ауылдың әкімінен бастап, ары қарай кете береді. Міне осындай келеңсіз дүние қазаққа аспаннан салбырап түсе қойған жоқ. Қазақ туғаннан жемқор, парақор болып туған жоқ. Міне қазаққа бұл жемқорлық пен парақорлықты алып келген отарлық билік. Жақсы. Енді осы 30 жаңа айтып отырған 1822-24 жылдардағы указдар ол елдің ішінде осындай әлеуметтік жіктеліс пайда болды. Міне сондай кезде орыстың зерттеушілері қазақ қоғамында құлдар болған ба деген зерттеу жүргізді. Мысалы Зорнин деген орыстың чиновнигі Қарқаралыда, Ақмолада сондай зерттеулер жүргізген. Сол зерттеулердің нәтижесінде қазақ қоғамында құлдар болған деген тұжырым жасайды. Ол кім құлдар? Сөйтіп құлдар дегенге бұлар төлеңгіт деген тайпа бар. Төлеңгіттердің барлығын құлдар деп бағалаған. Төлеңгіт деген өзарда тайпа. Бұл төрелермен бірге өмір сүріп жүрген шаруашылық қызмет атқарған өзінің әлеуметтік, әкімшілік, экономикалық функциясы бар тайпа. Міне сол сияқты қазақтың арасына сіңген өзге ұлттың өкілдерін де құлдар деп бағалаған. Бұл 1850 жылдар. Неге орыстарға бұндай зерттеу қажет болды? Өйткені орыстарда құлдық ол кезде күшейіп тұрған. Ол құлдық қандай? Оны сендер мектепте крепостнойлық право деп атады. Білесіңдер ғой? Крепостнойлық право деген ол шаруаны помещикке байлап беру деген сөз. Помещик қаласа ұрады, соғады, өлтіреді, жазалайды, немесе сыйлыққа бере салады, итке айырбастай салады шаруаны, немесе карта ойынына ұрсына салады. Міне құлдық па, құлдық емес па? Бұл бар тұрған құлдық. Ал Ресей осындай өздеріндегі құлдық жүйені жойып алмай тұрып, қазақ жеріне мәдениет, өркениет алып келдік деп өздерін дәріптейді. Міне бұны қоя тұрайық. Енді 1867-68 жылдары үлкен реформа болды. Неге бұл жылдары? Өйткені осы кезде қазақ жері түгелдей отарланып бітті. Және орталық Азия қосылды. Орынбор қаласында мен 4-5 рет болдым. Сонда Орынбордың біздің осы Қазақстанға қарай шығыс жағында үлкен көше бар. Улица Туркестанская деп айтады. Мен өзім түркістандықпын. Ана көшенің атын көріп, бір қуандым. Ол біздің Түркістан қаласының атының құрметіне қойылған емес. Ол Түркістан өлкесіне қарай сол көшеменен Ресейдің әскери қосындары, керуендері жөнелтіліп жатқан. Содан кейін бұл көшені Туркестанская деп атаған. Міне, осылайша сол
1867-68 жылғы реформалар бойынша қазақтың бүкіл аумағы 3 генерал губернаторлыққа және 1 округке бөлінді. 4-ке бөлініп кетті. Оны білесіңдер, Түркістан генерал губернаторлығы, Орынбор губернаторлығы, Батыс Сібір генерал губернаторлығы және Закаспий округы. Закаспий округы дегеніміз алғашқы кезде ол біздің Маңғыстау төңірегін қамтыған. Міне, ал осы бойынша 3 генерал губернаторлыққа бөлінген қазақ жерінде мынадай облыстар құрылды. Сырдария облысы, қазіргі Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облыстары. Сырдария облысы, Жетісу облысы, қазіргі Алматы, Жетісу облыстары. Енді Өзбекстан жағынан Ферғана, Самарқанд, тағы облыстар енгізіліп кетті. Сонымен бірге Орынбор генерал губернаторлығына Торғай облысы, Ақтөбе облысы, Батыс Сібір генерал губернаторлығына Ақмола облысы және Семей облыстары енгізілді. Міне осыған байланысты билік жүйесі де өзгерді. Ол қандай билік жүйесінің өзгергендігі? Билік жүйесінің өзгергендігі мынау ең жоғарғы билік генерал губернаторлықтың қолында. Ол генерал губернаторлықтың құрамына 3-5 облысқа дейін енді. Ал генерал губернатор облыстың әскери губернаторын тағайындайды. Ал облыстың әскери губернаторы уездің приставтарын, бастықтарын тағайындайды. Мысалы, Сырдария облысы деп айтайық. Сырдария облысында Әулиеата уезі, Шымкент уезі, Түркістан уезі, Қазалық уезі және Ташқазақ уезі деген уездер болды. Ал уездің приставы болыстарды сайлайды. Болыстарды сайлайды, тағайындайды. Міне, осы билік жүйесінде жергілікті ұлттарға, қазақтарға, өзбектерге, қырғыздарға тиген биліктің жүйесі ең жоғарғы деңгейі ол болыс басқарушысы ғана. Ал одан ары қарай жергілікті халыққа билік қызмет істеуге жол жоқ. Ал болыстан кейін ары қарай ауылдың ағаманы, бұны старшын деп айтамыз, ауылдың старшыны, ауылдың биі, болмаса болыстың биі, осындай төменгі биік құрылымдары біздің жергілікті халыққа бұйырды да, одан ары қарай уездің приставынан бастап генерал губернаторлыққа дейін барлығы да орыс ұлтының өкілі болды. Неге бұлай болды? Өйткені жергілікті халықтарды билікке жолатуға болмайды. Олар сауатсыз, олар ел басқаруға жарамсыз деген желеу. Шын мәнінде солай ма еді? Олай емес еді. Міне, осылайша біз айтып отырған кезден сол қазақ қоғамын тұтастай билік құрылымдарын өзгерту түрінде жаңартылды. Міне осы жаңартылудың нәтижесінде қазақ қоғамында көптеген өзгерістер болуы керек еді. Ал ол өзгерістер қазақты ұшпаққа жеткізеді, қазақты мәдениетке жеткізеді деп ойлады орыс отаршылары. Ал шын мәнінде олардың мүддесі отарлық билікті орнықтыру арқылы қазақ халқын, Орта Азия халықтарын барлығында өзінің ашша алақанында, жұмса жұдырығында ұстауға мәжбүрлеу еді. Міне, осы мақсатқа жете алды да. Біз енді келесі сабағымызда осы отарлық биліктің жүйесіне қарсы халық азаттық көтерілістерді айтатын боламыз. Дегенменен осы тақырыбымызда айтайын деп отырған әңгімеміз, міне,
қазақ қоғамында билік жүйесі қалай қалыптасып қалай іске асты,